Баршаңызға қайырлы күн достар, каналыма қош келіпсіз. Бүгін сіздермен дәмі өте нәзік, ауызда еритін, құлпынай қосылған сүтті құс тортын жасайтын боламыз. Видеоның соңына дейін менімен бірге болыңыздар. Ең бірінші корждарын жасайтын боламыз. Ол үшін 2 жұмыртқамызға сапалы, жақсы 1 банка сгущенкамызды қосып, миксердің көмегімен араластырып аламыз. Ендігі кезекте массамызға ерітілген сары майымызды қосып, тағы да бір араластырып аламыз. Елекке салынған ұнымызға қопсытқышымызды қосып араластырып аламыз. Немесе алдын ала електен өткізіп қойсаңыз болады. Енді массамызға қосып, миксерді қоспастан бірінші бір араластырып аламыз. Одан кейін миксерімізді қосып, ақырын жылдамдықта бір елкі масса болғанша араластырамыз. Осындай қоюлықта шығуы керек. Пергамент қағазы жөнінде айта кетейін. Осындай силиконизированный деген жазуы бар. Сапалы пергамент қағазын қолданыңыздар, себебі жай пергаментқа қамырымыз жабысып қалады. Енді 24 диаметрлік формамызға видеодағыдай әдіспен жасап аламын. Жай ғана қарындашпен шеңбер сызып жасай берсеңіз болады. Маған осылай ыңғайлырақ. Енді әрбір жасалған осындай пергамент қағазына 2,5 ас қасық қамырымызды салып, силиконды лопаткамыздың көмегімен шайып шығамыз. Барлық қамырымызды дәл осындай әдіспен шайып шығамыз. Менде барлығы 7 корж шықты. Қамырымызды 180 градус қызып тұрған пеште 4-5 минут шамасында пісіреміз. Корждарымыз өте тез піседі, міндетті түрде қарап отырыңыздар. Біздің коржымыз міне осындай жұп-жұмсақ үлпілдеп пісіп шығады. Барлық коржымызды осылай пісіріп алып, пергамент қағазында суытатын боламыз. Корждарды бір-бірінің үстіне қоюға болмайды, себебі жабысып қалады. Дәл осы күйінде суытамыз. Корждарымыз суығанша кремін дайындаймыз. 700 грамм салқын кілегейімізге 1 банка сгущенкамызды қосамыз. Кремде де сапалы, жақсы сгущенка қолданыңыздар. Миксердің ақырын жылдамдығынан бастап, жылдамдықты қоса отырып, қою масса болғанша миксерлеп аламыз. Біздің креміміз дайын болды. Корждарымызды пергамент қағаздарынан алып аламыз. Оңай алынады. Енді тортымызды жинаймыз. Подложкамызға сәл крем жағып, оның үстіне коржымызды қойып, кольцо қолдансаңыздар болады. Тортыңыз түзу, әдемі шығады. Енді бірінші коржымызға кремімізді жағып шығамыз. Екінші коржымызға да кремімізді жағып, оның үстінен туралған құлпынайымызды қосатын боламыз. Яғни мен тортты жинаған кезде бірінші қабатына қосқан жоқпын, екінші қабатына құлпынайды қостым. Осылай кезекпен кезек корждарымыз біткенше қосып шығамын. Әрбір коржға салсаңыз да болады, өз еркіңізде, өз қалауыңызда. Тіпті құлпынайды ештеңе де қоспайда жасай берсеңіз болады. Менде әр коржға 3 ас қасықтан толтыра крем кетті. Және де жан-жағына кішкене алып қалдым. Егер де тортқа обтяжка жасайтын болсаңыз, ішкі кремін, яғни кілегейін 500 граммға дейін азайтсаңыз болады. Соңғы коржымызды саламыз. Спатуланың көмегімен кремімізді түзулеп жағып шығамыз. Кольцомызды ала берсек болады. Тортымыздың бетін түзулеп, жан-жағына алып қалған кремімізді жағып шығамыз. Мен тортымның жан-жағын кокос стружкасымен әсемдеуді жөн көрдім. Вафельная крошка, басқа да заттармен қалаған затыңызбен әрлей берсеңіз болады. Туралған құлпынайымызбен әсемдеп шықтым. Енді тортымызды кремі сіңгенше кемі 3-4 сағатқа тоңазытқышқа қойып қоямыз. Тортымыздың дәмі өте нәзік, ауызда ериді. Міндетті түрде жасап көріңіздер.
пікірлеріңізбен бөлісе отырыңыздар.